Хамза Есенжанов, Данасың ғой Плутарх, бук-трейлер. Құрметті оқырмандар, сөз басында Плутарх деген кім? Тоқталып кеткен жөн болар. Жазушы Хамза Есенжанов қалам тартқан, осы әңгімеге арқау болған, ондағы оқиғаны адамзатқа әйгілі еткен грек жазушысы және философы, Рим дәуірінің қоғам қайраткері осы Плутарх болатын. Сонымен Данасың ғой Плутарх әңгімесі. Шығарманы оқи отырып, дәл осылай аталуына не себеп деген сұрақ туындауы бек мүмкін. Алайда сұрағыңыздың жауабын тек әңгімені оқып болып, саралап, ой елегінен өткізіп барып түсінетін шығарсыз. Ал ол нендей оқиға десеңіз, тыңдаңыз. Александр Македонскийдің кәдімгі шығыс елі Іскендір Зұлқарнайын, яки қос мүйізді патша деп атаған ұлы жанның атақты 3 қолбасшысы болыпты. Оның бірі Антигон, бірі Птоломей, үшіншісі Селевка еді. Антигоннен Диметрий туды. Бұл ғажайып патша атанды. Теңдесі жоқ қолбасшы саналды. Қызы Стратоника асқан сұлу ханша болатын. Деп басталатын әңгімеге арқау болатын басты кейіпкер де осы Стратоника сұлу. Сол кездегі дәстүрге айналған әдет бойынша Стратониканы әкесі Селевкаге тоқалдыққа береді. Дәл сол кезде, қымбатты оқырман, оқып отырып сіздің ойыңызға да кіріп шықпайтын оқиға орын алады. Селевканың жан дегенде жалғыз сүйікті ұлы ізбасары Антиох Стратоникаға ғашық болады. Яғни жаста болса өгей анасы атанған Стратоникаға. Әдебиетте ғашықтық дерті арқау болған шығармалар баршылық. Әйтсе де дәл мұндай оқиғаны оқып көрмеген шығарсыз. Шындығын айта алмаған Антиох Шахизада ғашықтықтан ауыр дертке шалдығады. Әкесі не болғанын білмей ақырады. Емшілерді жинайды, ұлымның дертін табыңдар деп қинайды. Көп емшіден бір емші ғана өзінің айласымен, ақылымен ұлдың дертін табады. Қалай табады, ол қандай айла, оны оқырманның өз еншісіне қалдырайын. Емшінің Селевканың алдына барғанда айтқаны ем табылды, бірақ үмітсіз. Бауыр еті баласын өлімге қияма адам баласы. Бүкіл патшалықты құрбан етсең де айт, дейді сонда патша. Бір жағында ұлы, енді бір жағында сұлу жары тұрғанын білсе, Селевка не істемек? Одан бұрын ол мұндай хабарды естірткен емшіге сене ме, емшінің көзін құртпақ болар ма екен? Бірақ мұның бірі де орын алмады. Бәрі бақытты болады әңгіме соңында. Ол әрине тағы да емшінің патшаға парасатты түрде сол кездің хал-ахуалын жеткізе алуы. Оқып отырып, елгезек емшіге сүйсінесің. Осы оқиғаны бізге жеткізген Плутархтың данагөйлігін түйсінесің. Патшаны дегеніне көндірген емші кім? Патшаның алдында ашулануына жол бермей, ол не айтуы мүмкін? Дертті анықтаған айрықша айласы қандай болды? Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін әсерлі әңгімені оқып шығуға ден қойыңыз, қымбатты оқырман.